Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өздеріңізге қазақтың ұлттық тағамдарының бірі майсөк деген тағамның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл тағам тарыдан жасалынады, құрамында дәрумендер өте көп. Ендеше жасалу жолына кірісейік. Салқын суға 2 кесе тарымызды салдық. Мендегі тар қуырылған тары. Сіздерде қуырылған тарыны, яғни тарының сөгін пайдалануға кеңес етемін, себебі одан өте тәтті болып шығады. Менде мұнда салқын суға 1 рет жуып алдым. Сіздерде 2-3 рет жуып алсаңыздар, сонда тарының жаңағы кірі кетеді. Мен 3 қайтара жудым. 3 қайтара жуғаннан кейін суымыз жаңағы шайған кезде тазарып, суымыз кішкене ағарып сөйтеді. Сол кезде ғана біздің тарымыздың кірі жаңағы кетті деген сөз. Осылай тарымызды тазалап қойған соң таза ыдысымызға саламыз. Сүзгіштен өткізіп, енді ыстық сүтті осының үстінен жуылған тарымыздың үстінен құямыз да бетін жауып 30-20 минутқа қойып қоямыз. Менде мұнда 30 минут өтті. Көріп тұрғандарыңыздай тары кішкене үлкейіп, және сүтті өзіне жаңағы сіңіп алды. Енді мен осыны майлықтымыздың үстіне жайып қойдым. Кептіру керек. Мұнда менде шамамен 1 сағаттай уақыт өтті. Әдемі болып кепкен, құрғақ болып. Енді осыны ыдысымызға саламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Тарымыздың үстінен және қант саламыз. Қантты өздеріңіз егер тәтті етіп жасағыларыңыз келсе, көбірек салыңыздар. Егер азырақ тәттісін азырақ қаласаңыздар, азырақ қант салыңыздар. Сөйтіп жақсылап араластырамыз. Осымен біздің жаңағы майсөгіміз дайын. Қалауларыңызша осы күйінше салсаңыздар болады тәрелкелеріңізге. Болмаса менікіндей етіп сәндеп кесемізге, осылай шай ішетін кесемізге салып, оны жаңағы нықтап тәрелкемізге аударамыз. Сонда біздің майсөгіміз әдемі жаңағы пішінде болып түседі. Ауыз жаңағы бекіткен кезде жаңағы емізетін келіншектерге өте таптырмас тағам. Өйткені бұл тағам құнары өте жаңағы күшті, яғни тоқ жүретін тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер достар. Сіздермен болған дәмді ас, астарыңыз дәмді болсын.